Миғраж түні жайлы сіз білмейтін ақпараттар. Айтпақшы, ертең 15-тен 16-сына қараған түн қасиетті Миғраж түні, бұл түнді өткізіп алмаңыз. Көпшілігіміз Миғраж түнін пайғамбарымыздың аспанға көтерілген түн деп қана білеміз. Миғраж уақиғасы негізі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бұл Исра бөлімі. Исра араб тіліне аударғанда түннің бір уақытында бір жерден екінші жерге саяхаттау деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз қасиетті Мекке қаласынан Құдыс қаласына, яғни қазіргі Иерусалим қаласына пырақтың қанатында жетеді, және де Иерусалимде барлық пайғамбарларға, кейбір деректерде 124 мың, кейбір деректерде 224 мың пайғамбарларға имам болып намаз оқытады. Бұл уақиға қасиетті Құран кәрімде Исра сүресінің алғашқы аяттарында айтылған. Кім бұл бірінші бөлімді, Исра бөлімін мойындамайтын, теріске шығаратын болса, онда ол адам діннен шығады, кәпір болады. Екінші бөлім бұл Миғраж бөлімі. Пайғамбарымыз сол Құдыс қаласынан Жәбірейіл періштенің қанатында 7 қабат аспанға көтеріледі. Және әрбір қабат аспанда пайғамбарлармен жүздеседі. Бірінші қабатта Адам пайғамбар, екінші қабатта Яхия және Иса пайғамбар, үшінші қабатта Юсуф пайғамбар, төртінші қабатта Дәуд пайғамбар, бесінші қабатта Харун, алтыншы қабатта Мұса, жетінші қабатта Ибраһим пайғамбарлармен жүздесіп, олармен сәлемдесіп сөйлеседі. Және де одан кейін жәннатты, тозақты, рахман бұлақтарын бәрін пайғамбарымыз өз көзімен көреді. Осы Миғраж бөлімі жайлы көптеген хадистер келген. Кім бұл Миғраж бөлімін мойындамайтын болса, ол адам бидағатшы болады. Үшінші ең соңғы бөлім пайғамбарымыз Сидраtul Мунтахадан бастап өзі жалғыз Раф деген рухани елтімен Аллах тағаланың құзырына шығып, Аллах тағаламен жүздеседі. Бұл уақиға Ат-Тахият дұғасына жазылған. Уақыттарыңыз болған кезде өздеріңіз Ат-Тахият дұғасын ашып, мағынасын қарасаңыздар болады. Аллах тағала сол кезде пайғамбарымызға 3 түрді сыйлық береді. Біріншісі Бақара сүресінің соңғы 2 аяты. Құрандағы барлық аяттар, барлық сүрелер Жәбірейіл періштенің дәнекерлігімен пайғамбарымызға түскен болса, тек осы Бақара сүресінің соңғы 2 аятын Аллах тағала тікелей өзі пайғамбарымызға түсірген. Екіншісі 5 уақыт намаз парыз қылынады. Үшіншісі Аллах тағала өзіне серік қоспаған құлын қандай үлкен күнә жасаса да күнәсін кешіріп, оны жәннатқа кіргізетіндігін жайлы уәде береді. Бұл үшінші бөлім жайлы 1-2 хадис пайғамбарымыздан келген. Бұл үшінші бөлімге сенбейтін адам пасық болады. Құрметті достар, ақпарат пайдалы болса парақшаға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Біздің парақшамызда каналымыз бар. Сол каналда Миғраж түнінде қандай қолшылық ғибадаттар жасау керек, Миғраж түні жайлы көптеген ақпараттарын бөлісетін боламыз. Келіп кетіңіздер. Аллах тағала баршаңызға пайдалы білімдер қылсын.